Бұрын ертеде Өзбекстандан Қарақалпақ келіп тұрыпсыз. Қанша тұрдыңыз онда? Сол жерде туылғанмын. Қарақалпақтың қай жерінде? Қарақалпақтың Шақаман дейтін жерінде туылғанмын. Сонда ол қай жылы тудыңыз? Қай жылы тудыңыз? 42. 42. Сонда сіздің әкелеріңіз ол жақта тұрғылықтан бұрын барған ба екен? Сол жаққа айдалып барған. Қай жылдары? 30 жылы. Айдалып. Сонда байдың тұқымы ма? Байдың тұқымы. Содан кейін тұрақта қалдыңыз соларда? Енді әкеміз өліп қалып кейін. Әке-шешеңіз. Жалпы тағы сөзді сұрайын. Қазақтар көп па онда? Бәрі қазақ, Қарақалпақ деген аты жоқ. Қарақалпақ дегеннің бәрінің аты Қарақалпақ емес. Аты еш жерде жоқ Қарақалпақ деген. Қолдан қойылған аты. Негізі қазақ дейсіз? Қазақ. Өзің несің сен? Мен орта жүз арғыннан тараймын. Арғыннан тарайтын болсаң, ол жақта да арғын, Қарақалпақтың арғыны. Қоңыраты, Қарақалпақтың қоңыраты. Сонда бәрі бұл біздің рулар ғой? Енді тоқтатып, мені айтып жатырмын. Жақсы, жақсы. Қаңлы дейді ұлы жүзде. Қаңлы деген ұлы жүзге жетер ме? Ол жақта Қарақалпақ қаңлы. Үйсінің не ұры болса, бәрі сол жерде бар. Ол анығын есептеп білгің келетін болса, онда Қоңыраттың шежіресі деген кітап бар. Қоңыраттың шежіресінің кітабының 168 бетін оқисың, 4 бет, 75-ке дейін оқыды. 168 беттен 175-ке дейін. Соның ішінде қалайынша ол атаққа кеткені сөйле жазулы.